Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін қоспалар мен ерітінділерге байланысты мәселе есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйренейік. Мынандай мысал қарастырайық. Алтын мен күмістің екі қорытпасы бар. Бірінші қорытпадағы металдар массаларының қатынасы 2-нің 3-ке қатынасындай, ал екіншісі 3-тің 7-ге қатынасындай. Алтын мен күмістің массаларының қатынасы 5-тің 11-ге қатынасындай болатын 8 кг жаңа қорытпа шығу үшін әр қорытпадан қанша алу керек? Есеп шартындағы белгісіз шамаларды әріптермен белгілеп алайық. 8 килограмдық жаңа қорытпа алу үшін біз бірінші қорытпадан x килограмм алайық. Ал екінші қорытпадан y килограмм алайық. Бірінші қорытпада 2 бөлік алтын және 3 бөлік күміс бар. Олай болатын болса, 2 қосылған 3 тең болады 5, яғни бірінші қорытпамыз 5 бөліктен тұрады. Сол сияқты екінші қорытпада 3 бөлік алтын және 7 бөлік күміс бар. Ендеше 3 қосылған 7 тең болады 10, яғни екінші қорытпамыз 10 бөлікке бөлінген. Енді 8 килограмдық жаңа қорытпамыз ол 5 бөлік алтыннан және 11 бөлік күмістен тұру керек. Олай болатын болса, 5 қосылған 11 тең болады 16 бөліктен тұрады. Енді теңдеулерімізді құрайық. X пенен Y-тің қосындысы 8-ге тең екендігі белгілі. Біз бірінші теңдеуді осы қоспалардағы алтынның мөлшеріне байланысты құрайық. Бірінші қоспада x килограмдық, оның 5-тен 2 бөлігі алтын, ендеше 5-тен 2x. Оған қосамыз екінші қоспадан 10-нан 3 бөлігі алтын, яғни 10-нан 3 y-ті қосамыз. Осы тең болу керек 8 килограмдық жаңа қоспамыздың 16-ға бөлгендегі 5 бөлігіне. 8 көбейтілген 16-дан 5-ке. Екінші теңдеуді қоспалардағы күмістің мөлшеріне байланысты құрайық. X килограмдық бірінші қоспаның 5-тен 3 бөлігі күміс, яғни 5-тен 3x болады. Осыған қосамыз Y килограмдық екінші қоспаның 10-нан 7 бөлігі күміс, 10-нан 7 y. Осы тең болады 8 килограмдық жаңа қоспамыздың 16-дан 11 бөлігіне. 16-дан 11. Міне осындай екі теңдеуден тұратын екі белгісіз бар теңдеулер жүйесін алдық. Енді осы жүйені шешейік. Жүйенің бірінші теңдеуін 3-ке, ал екінші теңдеуін 2-ге көбейтейік. Сонда мынау теңдеулер жүйесін аламыз. 5-тен 6x қосылған 10-нан 9y тең болады 8 бенен 16 қысқарады, бөлімінде 2 қалады. 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 болады алымында. Екінші теңдеудің екі жағында 2-ке көбейтетін болсақ, 5-тен 6x қосылған 10-нан 14 y тең болады 8 бен 16-ны қысқартамыз 2-ден 22-ге. Енді екінші теңдеуден бірінші теңдеуді алып тастайық. Сонда 10-нан 14 y азайтылған 10-нан 9y тең болады 2-ден 22 азайтылған 15 болады. Яғни 5-тен 6x-тарымыз қысқарып кетті. Ықшамдап жіберетін болсақ, 10-нан 14-тен 10-нан 9-ды алып тастаймыз. 10-нан 5y тең болады 2-ден 7-ге. Осыдан y-ті табатын болсақ, 7-ге тең болады. Енді біз есеп шарты бойынша білеміз, x пен y-тің қосындысы 8-ге тең екендігін, ендеше x тең болады 1-ге.
Сонымен 8 килограммдық жаңа қорытпа алу үшін бізге бірінші қорытпадан 1 килограмм, ал екінші қорытпадан 7 килограмм алу керек екен. Жауабы 1 килограмм және 7 килограмм. Енді екінші мысалды қарастырайық. Су мен қышқылдың екі ерітіндісі бар. Бірінші ерітіндіде судың мөлшері 4%. Екінші ерітіндіден бірінші ерітіндіге алдымен 4-1 литр ерітінді құйылды, сонан соң тағы да 2-1 литр ерітінді құйылды. Бірінші рет құйылғанда ерітіндідегі судың мөлшері 32% болды, ал екінші реттен соң 46% болды. Екінші ерітіндідегі судың пайыздық мөлшерін анықтаңыздар. Есеп шартына байланысты белгісіз шамаларды әріптермен белгілеп алайық. Бізге су мен қышқылдың екі түрлі ерітіндісі берілген. Бірінші ерітінді X литр болсын. Мұндағы судың мөлшері 4%. Яғни X литрдің 4% 0,4 X литр болады. Екінші ерітіндідегі су мен қышқылдың мөлшері белгісіз, ендеше мұнда Т% су бар деп есептейік. Екінші ерітіндіден алдыменен бірінші ерітіндіге 4-1 литр ерітінді құйылды. Осы 4-1 литр ерітіндіде қанша су бар? Соны жазайық. Яғни 4-1 көбейтілген, оның Т% су болатын болса, Т бөлінген 100, ендеше Т бөлінген 400 литр су болады екен. Енді осыған байланысты бірінші теңдеуімізді алайық. Бірінші рет құйылғанда ерітіндідегі судың мөлшері 32% болды. Сонда бастапқыда бірінші ерітіндіде 0,4 X су болса, оған Т бөлінген 400 литр қосылды. Сонда X қосылған 4-1, яғни бұл бірінші ерітіндіге 4-1 литр ерітінді қосылғандағы мөлшері, осының 32% су екен. Ендеше бұны көбейтеміз 0,132-ге. Енді екінші рет, екінші ерітіндіден бірінші ерітіндіге 2-1 литр ерітінді құйылды. Осы 2-1 литр ерітіндіде қанша су бар? Ол үшін 2-1-ді көбейтеміз. Оның Т% су болғандықтан Т бөлінген 100-ге. Тең болады Т бөлінген 200 литр су болады. Енді осыған байланысты екінші теңдеуді құратын болсақ, бірінші ретте мұнша су болған, 0,104 X қосылған, Т бөлінген 400. Осыған тағы да Т бөлінген 200 литр су қосылды. Сонда екінші реттен соң 46% су болатын болса, біз бастапқы бірінші ерітіндіге алдыменен 4-1, одан соң 2-1 литр су қостық, ерітінді қостық. Олай болса 4-3 литр ерітінді қосқан екенбіз. Ендеше осы соңғы мөлшерінің 46% су болады. Яғни көбейтеміз 0,146-ға. Міне осындай екі теңдеуден тұратын екі айнымалысы бар жүйені алдық. Жүйені ықшамдап жазып алайық. Бірінші теңдеуді 400-ге көбейтіп жіберетін болсақ, онда 16x қосылған Т тең болады 128x қосу 32 болады. Екінші теңдеуді де 400-ге көбейтейік. Сонда 16x қосылған 3t тең болады 184x қосылған 138 болады. Бірінші теңдеуден t-ны x арқылы өрнектеп алайық. T тең болады
112 x қосылған 32 шығады. Осы t-ні екінші теңдеудегі t-нің орнына апарып қояйық. Сонда 16x қосылған 336 x қосылған 96 азайтылған 184 x тең болады 138-ге. Осы екінші теңдеуді шешіп x-ті табайық. Ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, 168 x тең болады 42-ге. Осыдан x тең болады 42 бөлінген 168-ге, яғни қысқартып жіберсек 4-тен 1-ге. Енді t-ні табатын болсақ, бірінші теңдеудегі x-ның орнына апарып 4-тен 1-ді қояйық. 112 көбейтілген 4-тен 1 қосылған 32 тең болады 60-ға. Сонымен t 60-ға тең болды. Ендеше екінші ерітіндідегі судың пайыздық мөлшері 60% болады екен. Жауабы 60%. Сонымен оқушылар, біз бүгін қоспалар мен ерітінділерге байланысты мәселе есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйрендік. Енді үйден мынау есептерді өздеріңіз шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.